Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгін өтетін тақырыбымыз музей қай көшеде. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Бүгін қандай, қай, қашан, қайда деген сұрақтарды құрастыруды, оған жауап беруді үйренеміз. Жаңа сөздер. Мынау орталық музей. Мұражай, музей. Орталық музей, центральный музей. Орналасқан, расположен. Алтын, золото. Көше, улица. Саяхатшы, путешественник. Орталық музей қай көшеде? Музей Назарбаев көшесінде. Музей сенбі күні жұмыс істемейді. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Бұл орталық музей. Это центральный музей. Ол үлкен, әдемі. Музей большой, красивый. Музей күнде жұмыс істейді. Музей работает каждый день. Музей 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылады. Музей открывается 9 и закрывается 6 вечера. Орталық музейде көп экспонат бар. В Центральном музее много экспонатов. Онда оқушылар, студенттер, саяхатшылар жиі келеді. Туда часто приходят школьники, студенты и путешественники. Енді балалар, үлгі бойынша мәтіндегі сөйлемдерге сұрақ қоямыз. Задаем вопросы. Бұл не? Бұл орталық музей. Орталық музей қандай? Музей үлкен, әдемі. Қандай, какой? Музей қашан жұмыс істейді? Музей күнде жұмыс істейді. Қашан? Когда? Кімдер келеді? Оқушылар, студенттер, саяхатшылар келеді. Қашан? Қандай? Сұрақтарына жауап беруді үйренейік. Жазылым тапсырмасы. Қандай? Қашан? Қайда деген сұрақтардың тестісін қойып сөйлемді жаз. Задайте и напишите необходимые вопросы. Например, музейге барасың. Какой вопрос задаем? Музейге қашан барасың? Қашан, когда? Қандай, какой? Осы тәртіп бойынша тапсырманы орындап жазамыз. Сөйлем құра. Это устное задание. Музей 8:30-да ашылады. Музей 9-да ашылады. Музей 10:30-да ашылады. Музей 17-де жабылады. Музей 18-де жабылады. Музей 19-да жабылады. Устно составляем предложение. Келесі тағы да айтылым тапсырмасы. Задание по говорению. Дополните диалог. Сұрақтар қоямыз. Қандай сұрақ қоямыз бірінші сөйлемге? Сен музейге бардың ба? Иә, мен музейге бардым. Сен музейге қашан бардың? Қашан? Деген сұрақты қоямыз. Мен музейге сенбі күні бардым. Сенбі күні? Суббота. Сен орталық музейді білесің бе? Иә, орталық музейді білемін. Музей қандай? Какой? Мына жерге қандай деген сұрақ қоямыз. Какой? Үлкен, әдемі. Красивый, большой. Музей қашан жұмыс істейді? Музей күнде жұмыс істейді. Музей сағат 5-те жабыла ма? Жоқ, музей 6-да жабылады. Осылайша диалогты толықтырамыз. Сонымен балалар, біз бүгін сіздермен бірге сұрақ қоюды үйрендік. Қандай,
қашан, қайда сұрақтарына жауап беруді және сұрақ қоюды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.